Туған өлке бағдарламасы арқылы жалғыз менің қасиетті туған жерім ғана емес, бүкіл Қазақстан қала берді, алыс жақын шетелдердегі қандастарымыз көріп, көпшіліктің алдында жүрген өнер адамдарының елді мекендерін көру, туған өлкелерін көру барлығына қызық деп ойлаймын. Сәкен Майғазиев бүгінгі әнсүйер қауым үшін белгілі есім. Қазақ эстрадасына тыңнан түрен салып, өзіндік жолын өзгелерге үлгі ете білген Музарт тобының әншісі. Қазақтың шалқар даласын, болмысын, бітімін, дүниетанымын әнмен теңдеген кім бар деп сұрап көріңіз. Еңбектеген балаңыздың өзі сізге Музарт деп жауап беретіні анық. Ауыл топырағынан өнген үшеудің дәл ортасында бүгінгі қазақ өнерінің қайталанбас дауысына айналған сары жігіт ән шырқайды. Туған өлке бағдарламасы Сәкеннің шығармашылығына қызығатын қауым үшін және жүрегінде ән қалықтаған мыңдаған тыңдарманның тілегін ескерді. Біз Сәкеннің ауылына барамыз. Ассалаумағалейкум, аса құрметті алаш жұрты, қымбатты қалың көрермен. Өзім аунап, қунап өскен талай ұлыларды, әулескер күйшілерді, заңғар жазушыларды, отауызды, орақ тілді ақындарды дүниеге алып келген осы қасиетті мекенде мен де дүниеге келдім. Біздің елді мекенге қош келдіңіздер, атқа отырыңыздар. Бүгінгі күн ұмытпастай күн болады деп ойлаймыз. Сырлы созақтың сұлу табиғатын сіздерге көрсетейін. Кел. Таусылмасаған айдарым, ардақтан өтейін, бабадан қалған байдағым, садаған кетейін, киелі. Күлімдеп шапқан көлден, көкорай шалғын белден, құбыла соққан желден айналайын, тілегін тәңір берген. Созақ ауданы оңтүстік Қазақстан облысының солтүстігін алып орналасқан. 55 мыңға жуық тұрғыны бар. Орталығы Шолаққорған ауылы. Ауданның оңтүстігі тұтастай Қаратау жотасы. Соғына берсең, Созақтың ең биік нүктесі Мыңжылқы да көз аулайды. Көлікте Сәкен өте көңілді көрінді. Ағытымнан асқары самғаушы еді ауылы. Қазақ даласында жақындаған сайын иіліп сәлем беретін тау бар десе сеніңіз. Ол Келіншек тау. Әнші Сәкен мақтанып айтқан Ақбұлақ пен Көкбұлақ осы таудың бүйіріне тығылған екен. Қаратаудың сан-саққа бөлініп жатқан таулардың бірі Келіншек тау мен Мыңжылқының ортасында тұрмыз. Мынау Көкбұлақ деп аталатын бұлақ, ата бұлақ, ана бұлақ деп туыры балықшы әулиенің қасындағыдай. Бұда да екіге бөлінеді. Бала кезімізде қой кезекке шыққанда осы жерген бұлақтың етегінен қойымыз суаратынбыз. Көзіме оттай басылып тұр. Сәкен тұрған қасиетті бұлақтың басында қазақтың бұлбұлы Роза Бағланова, әдебиеттің көсемі Мұхтар Әуезовтер сөз сөйлеген екен. Керемет, ғажап. Күйбең тіршіліктен күнделікті шаршап, концерт салтанатты кештерден кейін осы Қарт Қаратаудың баурайына барып қашан демалам деп жүреміз. Осы бағдарламаның арқасында көкірегімізді керіп, жақсы демалып қалдық. Ассалам. Ассалаумағалейкум, Сәкен аға. Қайсың? Жақсы. Кім баласың? Нұрғалидың баласы ма? Қараулақта Нұрғали деген. Жұмаш атаның баласы ма? Иә. Жұмаш атамыз 102-ге келіп қайтыс болды, иә? 102-ге білеміз ғой атамыз. Қалай? Қайда кетіп барсыз? Балшы деген жерге түйін алып бара жатыр. Мініп көрсе бола ма?
Болады да міне. Шөктірсем мынаны ойбай. Мына не түлеп жатыр ма? Оған баймас. Ей, мына шын айтсам, атқа қашан мінеміз, атқа Алматы маңайындағы жайлауларға барып, шәлкөде атқа мініп тұратын ек, түйені мүлдем ұмытып кеткен екенбіз шын мәнінде. Кемал. Сонымен Сәкен мінген түйе Ақбұлақтың жазығын біраз айғыздаған соң Созақ ауылына бет алды. Темір тұлпар Майғазиевтер жанұясының қара шаңырағы қоныс тепкен аулаға бір-ақ тартты. Ассалаумағалейкум. Жағдайыңыз жақсы ма? Сырттай кеттіңіз ба? Ей, Азаматик. Азаматик. ой, беканы. Насылы? Ал, жоғар шығыңдар. Осы менің қара шаңырағым. Мынау мамам. Кеше Алматыдан бірге келгенбіз. Бері қарай. Концерттен кейін. Айтуғамайға түскен. Хит болған, радиоға қатысқан. Енді мамам жұлдыз болғалы бері жұрттың бәрі өздері іздеп келіп түсіретін болды. Осындай жағдайға жеттік. Осындағы ең үлкен әпкем Айткүл. Осы кісі бастық. Әкеміз марқұм дүниеден озып бара жатқан кезде төсек тартып жатып, кетіп бара жатып, осы Айткүлді тыңдаңдар деген ең үлкен әпкеміз. Айткүл не айтады, соны тыңдаңдар деген. Ол талқыға салынбайды, Айткүл не айтады, соны орындаңдар деген. Осындан бәрі жеңгелерім, ағаларым, қара шаңырақтың егесі Ерлан деген ағам. Әйел қасында тұрған Айгүл деген жеңгем. Мына күйдіргі балапан. Азаматик деген. Мен де кәдімгі бала болдым. Мен де ұшқыш болуды армандадым. Мен де футболшы болуды армандадым. Мен де асық ойнадым. Мен де ләңгі терптім. Сол бірнеше көріністерін ауылға барғасын көрсетсем болады. Бірақ енді өкінішке орай ол ойындар, қазіргі ләңгілер ауылдың балаларында көбіне жоқ. Тіпті асықтың өзін бір таңдаулы бір 5-6 балада болуы мүмкін, аядай бір ауылдың өзінде. Асыққа құмартып, асық жинап, бір-бірінен ұтып алып, оның санын көбейтіп, рекорд жасап жүрген балалар қазір кем дегенде ойлаймын. Әлгі өлеңдегідей бір кездері секілдеді Алатау, Алатауда аласарып қалыптау дегендей. Ақтөбе аласарып қалған сияқты ма жоқ, біз өсіп кеттік бәрі таңғалам әлімге. Осы сол күні үлкен болып көрінетін және бүкіл жаңағы демалыс кезінде сабақтан кейін бүкіл Майғазының немере шөберелері келіп, осының ішіне бәріміз сиятын тоғымыз, симағанымыз, жерге жататын тоғымыз. Масахана болатын, масахананың ішіне неше түрлі қылықтар істеп, үстіне тас лақтырып ойнап. Кәдімгі масасы бар кез келген ауылдағы тіршілік біздің ауылда да болатын. Ал біз қазақ эстрадасында халықтың ұлын сыйлаған Ұлтай әжемізді сөзге тарттық. Сәкен деген күлдің ішіне апарып тастаған құтылар жинап әкеп үйдің айналасына бір шытып, мына талдың бұтағын кесіп алып, соны ұрып ойнайтын. Сонда ана әр құтының дауысы әртүрлі болады екен. Бір сөрек кітабымыз бар, о кітапты да бүйтіп шашып алдын алып, шұқасын, одан шұқалауын өстіп қойып алып, соларды ұратын. Ұрамыз. Әй, неге мына екеуін ұрмайсың, неге бәрін шашасың десең,
Мама менен дыбыстар әрқайсысы әртүрлі дейді ғой. Кітап тұратын сонда. Сөйтіп жүргенде әкесі бүйтіп тартатынды да әкеп берді. Қарақаттың тартып жүргенін әкеп берді. Одан бүйтіп басатын әкеп берді. Атамыз ұрсады. Бұл мия шығанды құтығалбырды ойнағанын былай қойып, бұны қайдан әкеп бердің, миымызды атала қалды қойды. Есілдерді пәтипон, радио болатын, ұрықта радио ғой сол. Соның ішінде отырады ғой, қай уақытта іздесең оны таппайсың, музыкада отырады. Құдіреті-ай деймін да, мына өз бірдеңе не қылады екен ғой. Ашық тормен қоршалаған ақ үйдің ауласы мұнтаздай таптаза. Ағаштардың түбі әктеліп, жазығына жоңышқа егілген. Ұлтай әженің балаларын еңбекке ертеден баулығаны көрініп тұр. Айтпақшы, қазақта телемген деген сөз бар. Сәкенді де қазақи ұғыммен телғоңыр деп айтса жарасады. Сол 4 баланың ішіндеміз мұнан. Бірге емген. Өзі айтады ғой, мен сол 3 қызбен бірге еміздіңізді кішкентай бақ қалдым дейді. Осы бойың жетеді деймін. Сәкеннің әкесі де күйші болған адам. Сол өнерінің арқасында елге белгілі біраз азаматтармен сырлас болған. Генерал Асқаров атамыздың көзін көрген, менің әкем бірге жүрген. Мұхтар Әуезов атамыз ауылға созаққа келген кезде менің әкем қасында күй тартып жүрген екен. Бірге суреттері бар еді. Төлеген Момбеков атамыз шыққан, Сүгірәлиев атамыз шыққан. Осы сырлы созақтан менің де әкем сол шертпе күйдің шебері жақсы күй шертетін. Тарса төбе жаугершілік заманда қарауыл төбе болған екен. Төбе басынан ауыл жақсы көрді. Сол баяғы Тарса төбе. Оның талай велосипедтің шайтан арба дейді ғой. Осының талай тежегіш істемей қалып, осыдан тоңған асып құлаған талай сәттеріміз болған. Бірақ десек те ерлікке пара-пар көріп, соны үстіне осы велосипед сүйреу емес, өз аяғымен жаңағы мен сияқты шығу ерлік болатын. Және аяқ тигізбей ақырына дейін түсу, ол да бір ерлікке пара-пар еді. Енді қазір тағы түсіп көрейін сол жылдамдықпен. Кеттік пе? Бұл сазда аунап қонап, футбол ойнады. Бұл жерде Маратаға тор құру деген түсінік жоқ. Екі тасты қоясын екі шетке. Біз шаң-шаң болып жүгіріп жүргенің, жаңа саздың қанша аунасаң да, қунасаң да ішерің ауырмайтын еді, жұмсақ болады еді. Шерхан Мұртаза атамыз айтпақшы, біркен дүние ғой. Өгізде саз болса, доп жоқ еді. Қазір доп бар, саз жоқ та. Ассалаумағалейкум. О, Боқтан. Ой, бала. Ассала. Кім боласың? Айреге сәлем. Қарсы төбемен кім ойнап атқанда қойсаң? Футбол қызып жатыр екен. Мен қазір көрейін. Қақпалар қайсы сөз? Кеттім. Қарсалып таңғы лепті жарасып көздеріңмен сан жыл өтті. Көңілім алып ұшып, тәтті өмір балын ішіп, кездесем көздеріңмен саған асып. Алтыра. Болды ма? Шисток. Алдағы бағытымыз Сәкен Майғазиев пен Кенжебек Жанабіловтің түлеп ұшқан мектебі. Менің кіндік қаным тамған Созақ шаһарынан 120 шақырым жерде Шу елді мекеніне аман-есен Аллаға шүкір жеттік. Менің балалық шағым осында өтті. Білім нәрімен осы мектепте сусындадым. Жақсы оқыдым, қоғамдық жұмыстарға белсене араластым, спортқа бейім болдым, және қатар өнерді алып жүрдім. Жаппас Қалымбаев атындағы Шу елді мекенінің орта мектебі бұрындары ғарышкер Гагариннің есімімен де аталыпты.
Міне, мен оқыған мектеп. Сол еден, сол пеш, сол иіс. Тек жаңа әнұран. Мына мен оқыған физика кабинеті. Сәлематсыздар. Қалайсыз? Денсаулығыңыз қалай? Жақсы, өзің қалай Саламат жақсы жеңге. жеткенде шаршамайсыз? Жақсы. Күлтан апайымыз бізге неміс тілден сабақ берген. Осы күнге шейін әлі адал еңбегімен осында қызмет жасап жатыр. Жақан мырза. Бұл кісі менен 3 жас үлкен. Бізді бітіріп кеткеннен кейін осы өзінің Алтын мектебіне қайтадан қызметке келді. Біз журналды тауып қойыпсыздар ғой, Журнал болғанда бұл енді мына ішінде аттатқа қойылған бағалардың тізімі. бірінші өзім көріп алайын, е? 9-шы класста жаман оқымауым керек қой. 9-шы неде тұрсың да? Ha, 9-шы номерде. Майғазиев Сәкен Қордабаевич деп тұр. 9-шы номерде тұрсың. Мен сабағымнан 5 болғансың. Сәкен неміс тілін жақсы оқыған, өте жақсы оқыған. Мына жер қызық болып тұр да, түсініксіз. Мына жерде әкемнің атынан кейін бар астында екен ғой, мен түсінбей тұрмын. Майғазиев Сәкен Қордабаевич деп тұр. Мәссаған, мына үштеріне. Ол үшенді не ғой? Орыс тілі, литература, сосын алгебра сабақтарына. Иә. Шын мәнінде 3 шығыппын. Айтатынды. Қалған сабақтар, бұл жерде қараңыздар. Енді Құдайға шүкір. Қалған 4 пен 5 екен. Мектепте 3-тері болғанымен, үлкен өмірде 5 алып жүрген Сәкен Майғазиев спортта да мықты болған. Бала кезінде Сәкеннің бросок деген бросок болатын. Ол бросок қабырғаға өрмелеп салу. Ол кезде кішкентайым 2 қадам жасап барып салатын тұғын. Өте қызық көрінетін. Мына 3 очкодан салатын жер. Қазір қаншыншы класс оқисыңдар сендер? 5-ші сыныпта, иә? Мәссаған. Мен 6-шы сынып оқып жүргенде осы кішкентай аяқтай ғана мәдениет үйінде соқпалы аспаптан бастап өнер ән айтып өнерімді осы жерде шыңдағам. Әнші жігіт бір топ баланы ерте кірген бұл ғимарат ауылдағы мәдениет үйі. Ән әлеміне қадам басқанда алғаш деме болғанда осы бір аласармайтын сахна. Дәл осы сахнаға келіп, ең алғаш қандай ән орындағанын есіне түсірді. 6-шы класста оқып жүрген кезде мен Ақ мамам деген ән болатын, сол балаларға арналған ән. Айтып берейін ба? Иә. Ел жатқанда жатпаған, мен деп таным таппаған, бақыт үшін балаңның аман сау жүр ақ мамам. Күлімдеген көзіңнен күн мейірімі төгілген, бақыт үшін балаңның аман сау жүр ақ мамам, аман сау жүр ақ мамам. Осы кезде Қалқаман Сарин досымның өлеңі еріксіз есіме түсіп тұр. Қара өлеңді айтады. Қарауылда қалды әне қара шалым тектім ау, қара шалдан қалғаны қара шаңырақ тек мынау. Қара күйе жағылып арың аппақ ауылым, қара ниет қоғамның құрбаны болып кеттің ау деген өлеңі еріксіз оралып тұр. Шын мәнінде жалғыз мен туып өскен осы аядай ауыл ғана емес, бүкіл 80 жылдық тарихы бар көп аудандарда көп совхоздар осындай күйге түсіп кетті. Енді әрине жүрекке қатты батады. Өзің аунап-қунап өскен, барлық қызығың өткен, шаңырақты көзіңе оттай басылып, қызығын бір-бір айналып көргенде нұр үстіне нұр болар еді. Бірақ десек те, кіндік қаным созақта тамғанмен, балалық шағым 6 жастан бастап 16 жасқа дейін осы жерде өтті. Бірақ әсіресе түсіме көп кіретіні әкем марқұм. Түсімде көрсем, тек осы үйде көремін. Не екен? Бір тылсым дүние, әлі күнге шейін таңғалам. Әйтпесе кіндік қаным созақта тамды, сол шаһарда, ол жерде де бағана өздеріңіз көргендей Ақтөбе, Саз, Тарсатөбе, сол жерде неше түрлі қызық сәттер өтті.
Қазір енді тек өздеріңіз көріп тұрғандай орны қалған. Жалғыз біздің үй емес, бірнеше үй сондай күйде. Былтыр 20 жылдық мектеп бітіргенімізге түлектердің 20 жылдық бас қосуы болды. Дүркіреп ауылда өтті. Жаңа өзім кіндік қаным тамған Созақ шаһарында, Созақ шаһарындағы менмен жасты 20 жылдықтың барлығымен, 75 жылғылардың барлығымен қоян-қолтық араласамыз. Аллаға шүкір, енді ол кездің өзінде енді жаңа класс болып, мектеп болып, ауыл болып төбелесетін кезде, әсіресе біздің түтіннен түзу шыққан ауылымыз Шу елді мекені барлығымен өте дос болатын. Адам өміріндегі ең адал, ең қарапайым, ең тілекші дос. Мектепте бірге өскен ағайын деп ел ағалары жиі айтатынын естиміз. Сәкен де сыныптастың үйіне соқпай кете алмайтыны белгілі. Қайсар, асылы, қалайсың, Нұрболдың баласысың ба? Әбдіхалық үйінде ма, Қайсар? Әбдіхалық мен класстасым ал. Қазір көрейік, оның иті болатын өтпіші. Әбеке! Ой, балапан қызым! Кел! Қызым! Кел! Жарым! Қалайсың? Ассалаумағалейкум, әбеке. Қалай жағдай? Өзің денсаулығың қалай? Жақсы. Қалдық абыр-жабыр. Ассалы! Мына кім аман сықпай жүрген? Ассалы, қалайсың? Кім боласың? Ай, бәрекелді. Қалай жатыр? Жақсы? Өздерің? Жақсы. Өздерің? Ауышқандар қайда? Ауышқандар ауылда? Балапандан жүрсің қарсаң. Өйтіп, мұнаян балабақшы болып тұр. Кіргеннен бастап. Жақсы қарсы алды. Итің бош жүрмеді, жәләмен жерден қарап қоям. Жаңа келдің бе? Мен Авашканды бөліп қалдым ғой, мен және кіріп кетті. Ей, Авашкан, келдің. Басса. Қалайсың? Жақсы, тым тырыс. Біз біраз жерді аралап тастап, клубқа бардық, мектепке бардық. Жақсы, сөзі. Сен тұрын қайда? Күн нұмоғы звондап тұрды. Жаңа номермен звондап тұрды. Алло, Сәкен, кім екен? Мен ғой Нұрбол дейді да. Танымадым, қай Нұрбол екен десем. Қай Нұрбол екен десем. Бегман шеді, күйдірген нұмықпын демейсің ба деймін да. Нұрбол деп, әдемілеп. Нұрбол. Енді 38-40-қа жақындап, сәлім оғанда 40-қа жақындап түргеніміз ғой. Ал бала Сәкен жайлы біраз сыр бұлай ағытылған еді. Бір 2 күн жоқ болып кеткенде, екінші күнде мен білем, тынышталымда мен біліп отырмын. Демалышшылар не ақ қоям, басып айтып. Ағайлары да менен сұрайды. Сөйтсек, барыптыдан сол жаққа тойға барып, машинасы бұзылып қалған кейін қайтуға ағайлармен сөйлесіп, хабарланып ол кезде атест дейміз ғой, сондаймен сөйлесеміз. Сөйтсек, жаңағы балаға неге отырғызып қойыпты, Дауылпазға. 5 классқа жетпей, 3 классында бұл. Сөйтіп, рекорд деген бірінші рет шыққан телевизор кішкентай 150 сомдық телевизорды жаңа сол жердің несі подаркаға беріпті, соны алып келіп тұрмын коробкасына. Бірінші табысы бұның. Ол білмейді да оның не екенін. Мен енді Сәкеннің бір кішкентай кезіндегі бір шамалы құпиясын айтып жіберейін. Осы кішкентай болатын Сәкен 4 па оқи ма, 5 оқи ма, сол кездер шамасы болу керек. Ол кезде біз енді 10 оқитын, бой жеткен қызбыз. Жаңағы жігіттер сөз салып жүретін кез. Осы өзімнің қазіргі жолдасым Нади жаңағы маған кездесуге келетін ұқсайды енді сыртынан. Жаңағы Сәкенді шақырып алып, Сәкенге жаңағы кассета әкеп береді екен, ол кезде енді кассета бар ғой. Пластинкадан өтіп, шамалы кассетаға келген кез магнитофонға қосатын. Сол кассетаны Сәкенге жаңадан шыққан кассета әкеп берсе, Сәкен мені шақырып береді екен да жаңағы жігітке. Содан жаңағы ол өзіммен бірге оққаннан кейін айтып күледі, мен Сәкенге кассета бергем, сосын Сәкен сені маған шақырып берді деп. Кассетаға апайын айырбастаған бала Сәкеннің музыкаға деген алғашқы тағылысы ғой бұл. Әдемі, аңғал балалық. Мына суреттерге қараңыздаршы. Сахнадағы Сәкеннің сәні көрінбейді. Топыраққа аунап өскен, ауылдың иісі естіп тұрған қарапайым жігітті көресіз. Магнитофондар қалап жүретін. Дауысын сағынды ғой бір әлі. Гитара бар ма?
бар ғой қазір оқыдыңыз. Назым гитараны кел. Мен ауылға барып, топырағына аунап, шаңын жұтып, қайтқан кездерімді көбіне таспаға, бейне таспаларға түсіріп жүремді. Менен соны ауылдағы шаң-шаң қап-қара болып, табан тілін болып жүрген суреттерді ғаламторға салудан арланбаймын. Неге десеңіз, көптеген таста өскен, асфальтте дейміз, қалада өскен, ауылдың дәмін көрмеген, атқа мінбеген, асық ойнамаған кейбір азаматтар жиіркенішпен қарауы мүмкін. Бірақ кейінгі жастарға, әсіресе ауылдан шыққан ел іші өнер кеніші дейді, қаншама жастарымыз алып шаһарымыз Алматы түгілі облыс орталығына, қала берді, аудан орталықтарына жете алмай жүрген небір талантты жастарымыз бар. Соларға үлгі болса екен, солар да сол суреттерімді қарап, менің де сондай топырақтан шыққанымды білсе екен, жалғыз мен емес, қазақ өнерінде жүрген мен деген майталмандардың барлығы сол ауылдан шыққан азаматтар мен азаматшалар екен, ұғынса екен, одан қорықпай, бел шешіп, білек сыбанып, алға қарай ұмтылса екен деген ниетпен сол суреттерімді көбіне арланбай ғаламтор желілеріне, бұқаралық ақпарат құралдары сұраған суреттерге жіберем. Бүгінде ол музыканың асқақ шыңындағы әйгілі Музарт тобының белді мүшесі. Өмірлік жарын тауып, ол өсіріп отырған әке. Бұл жаным көздерімін жан емес пе, біздер егіз жастық шақтың еншісінде жатыр сайрап іздеріміз елеңдеумен хабарыңа жас іркілді жанарыма, тағдыр бізді жақындатпай алыстатып барады ма, жауабы жоқ сұрақтың да қалам жиы тұнып мұңға, мүмкін емес ойламауың шынымен ақ ұмыттың ба. Мынау енді аудан орталығындағы Мыңжылқы мәдениет сарайы. Осы сарайда Жұбаныш Жексенұлы екеуміз танысып, табысып, оның ауылы Ынтымақ деген совхоз. Мен кіндік қаным тамған жер Созақ Босақта, бірақ осы өнердің арқасында бірнеше рет осы жерде қауышып кездесетін тұғымыз. Бұл да киелі сахналардың бірі. Сол Мейрамбектің Бозторғайын осы жерде шырқағанмен бірінші. Туған өлке тамашалары таусылар емес. Ауылдан аман-есен осы Шымкент қаласына жеттік. Оңтүстік Қазақстан облысының орталығындағы қазақ вальсінің король атанған Шәмші Қалдаяқов атамыздың атындағы саябақ. Осы оңтүстік Қазақстаннан шыққан өнер майталмандарының тізімінде менің де атымның тұрғанына шын мақтаныш етем. Мен үшін үлкен мәртебе. Ол да болса сіздердің берген бағаларыңыз. Эстраданың ескегін алып жүрген жігіттің туған жеріне сапары ұмытылмастай сәттер сыйлаған шығар. Себебі ол өз өмірінің жауһар күндеріне саяхаттады. Тамырына үңіліп көріп еді, өзінің бейнесін көрді. Ол кеше ғана Созақтың сәкені еді, ал бүгін күллі қазақтың сәкені. Аядай ғана ауылдан шыққан арманшыл сәкеннің осындай аллеяда аты жазылып тұрады деп шықтасам түсіме кірмепті. Қазақ өнеріне қосқан азды көпті үлесім үшін осындай құрметке бөлену мен үшін үлкен мәртебе. Осы хабарды көріп отырған кез келген бүлдіршіннің қиялына қанат бітіре алған болсақ, біздің мақсатымыздың орындалғаны. Мен Сәкен Майғазиев, бұл менің туған өлкем. Балалығым қалса да, қателік деген қаншама, жүрмін ғой әлі еркелеп, шашымда ақшаң шалса да, рахмет.